Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздерге 8-ші сыныптың химия пәніне арналған химиялық элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері атты сабақты ұсынамын. Оқу бағдарламасына сәйкес қарастыратын оқу мақсаттарымен танысайық. Бірінші, химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататындығын дәлелдеу. Екінші, химиялық элементтердің табиғи ұяластарын білу және сілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің ұяластарына мысалдар келтіру. Бүгінгі сабақта қамтылу керек мақсаттар: химиялық қасиеттері ұқсас элементтерді анықтау, яғни табиғи ұяластарын сипаттау, және сілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің ұяластарын анықтау. Олай болса, өткен сабаққа шолу жасап, біраз миға шабуыл жасайық. Төменде берілген сұрақтарға жауап берейік. Жақсы. Енді жауабымызды дұрыс жауаптармен салыстырайық. Бірінші сұрақтың жауабы: бірінші топ элементтері сілтілік металдар. Галогендер жетінші топ элементтері. Период бойынша солдан оңға қарай металдық қасиет бәсеңдеп, топ бойынша жоғарыдан төмен қарай артады. Төртінші сұрақтың жауабы: период бойынша бейметалдық қасиет солдан оңға қарай артады. Және соңғы сұрақтың жауабы: топ бойынша жоғарыдан төмен қарай атом радиусы артады. Жақсы балалар, енді жаңа тақырыпқа көшейік. Жалпы, қасиеті жағынан бір-біріне ұқсас орналасқан элементтердің тобын химиялық элементтердің табиғи ұяластары деп айтамыз. Элементтерді металдар және бейметалдар деп жүйелеуді швед ғалымы Йенс Яков Берцелиус ұсынған. Сондай-ақ оксидтері мен негіздері негіздік және қышқылдық қасиет көрсететін элементтерді екідайлы немесе амфотілі деп атауды ұсынған. Оларға бериллий, алюминий және цинк жатады. Оксидтері мен негіздеріне назар аударайық. Бериллий оксиді, алюминий және цинк оксидтері. Бірінші топ элементтері сілтілік металдарды, яғни литий, натрий, калий, рубидий, цезийді қарастырамыз. Ал бейметалдардан жетінші топ элементтері галогендер мен сегізінші топ элементтері асыл газдарды қарастырамыз. Берілген кестеге назар аударайық. Бірінші топ элементтерінің атомдық массасы, электрондық формуласы, атом радиусы және электр терістіліктері берілген. Кестеден байқағанымыздай, топ бойынша жоғарыдан төмен қарай атом радиусы, металдық қасиет, реакциядағы белсенділігі және ядро заряды артады, ал электр терістілігі жоғарыдан төмен қарай кемейді. Сәйкесінше ең жоғары электр терістілікке ие сілтілік металл литий. Ал металдық қасиеті ең басым цезий. Оксидтері мен гидроксидтеріне назар аударып жазып алайық. Келесі, сілтілік металдарды ашқан ғалымдармен танысамыз. Литийді 1807 жылы ашқан ғалым Генри Дэви. Натрий мен калийді ашқан Август Йоган Арфведсон. Ал рубидий мен цезийді ашқан Роберт Бунзен. Сілтілік металдардың физикалық қасиеттерімен таныс болайық. Литий натрийден қатты, ал қорғасынан жұмсақ металл. Сілтілік металдардың ішінде ең жоғары балқу және қайнау температураларына ие. Натрий күміс түстес жұмсақ металл, бос күйінде кездеспейді. Таралуы бойынша 6-шы орында. Калий табиғатта қосылыс күйінде, теңіз суында және минералдар құрамында кездеседі. Рубидий жұмсақтығы мен өткізгіштігі калий мен цезийге ұқсас. Тығыздығы судан жоғары болғандықтан ұяластарына қарағанда суға батып кетеді. Цезий сары реңкті күміс түстес сілтілік металл. Полуцит минералы және сирек кездесетін авогадрит секілді алюмосиликаттар құрамына кіреді. Сілтілік металл қосылыстарының өздеріне тән қасиеттері бар, яғни жалын түсін өзгертуі. Литий жалынның түсін қызыл түске бояйды, натрий сары түске, калий, рубидий, цезий күлгін түске бояйды. Ал енді балалар, сілтілік металдарға қатысты видеоға көшейік.
Бірінші топ элементтері сілтілік металдар деп аталады. Олардың атомдарында тек бір ғана сыртқы электрон бар. Сол себепті сілтілік металдар аса белсенді болады. Барлық сілтілік металдар сумен жылдам әрекеттесіп, күшті сілтілік ерітінді мен сутек газын түзеді. Ең жеңіл үшеуі суда қалқиды. Бұл олардың тығыздықтары металл үшін өте төмен екендігін көрсетеді. Сондай-ақ олар өзге металдардан пышақпен оңай кесуге болатын жұмсақтығымен ерекшеленеді. Олардың балқу және қайнау температуралары салыстырмалы түрде төмен. Сілтілік металдардың барлығы белсенді болғанымен, топтың белсенділігі жоғарыдан төмен қарай артады. Рубидий мен цезий сирек кездесетін аса белсенді элементтер. Топтағы элементтердің белсенділігі электронға толы қабаттар санының өсуіне сәйкес жоғарыдан төмен қарай артады. Үлкенірек атомдарда ядроны қоршап тұратын электронға толы қабаттар саны көбірек. Сыртқы электрондар алыс орналасатындықтан оларды жоғалту оңай. Бұл элементті одан бетер белсендетеді. Топта жоғарыдан төмен қарай өзгеретін басқа да заңдылықтар байқалады. Сілтілік металдардың тығыздығы артады. Балқу температуралары төмендейді. Және олар жұмсағырақ бола бастайды. Аса белсенді болғандықтан, сілтілік металдардың барлығы табиғатта бос элемент күйінде емес. Натрий хлориді және натрий гидроксиді сияқты бейметалдармен қосылған түрде кездеседі. Бұл күйде олардың қасиеттері мүлдем өзгереді. Келесі, 7-ші топ элементтері, яғни галогендермен танысамыз. Фтор, хлор, бром және йод. Кестедегі көрсеткіштерге назар аударайық. Электр терістілігі ең жоғары элемент фтор, яғни бейметалдық қасиеті басым, күшті тотықтырғыш болып саналады. Түсі мен агрегаттық күйіне назар аударамыз. Фтор – жасыл түсті газ, хлор – жасылдау сары газ, бром – қызыл қоңыр түсті сұйықтық, және йод – күлгін түсті қатты зат. Элементтерді ашқан ғалымдарды дәптерге жазып алайық. Галогендердің сутекті қосылыстары қышқылдар деп аталады. Галогендердің бейметалдық қасиеті топ бойынша жоғарыдан төмен қарай кемиді. Себебі атом радиустары артқандықтан ядроның электрон тарту күші азаяды. Кестеден байқағанымыздай, топ бойынша жоғарыдан төмен қарай атом радиусы артады, электр терістілігі, бейметалдық қасиеті және реакциядағы заттардың белсенділігі кемиді. Барлық галогендердің валенттілігі бірге тең. Олар екі атомнан құралған молекула. Галогендер тотықтырғыштар, яғни электрон қабылдап алады. Соңғы қарастыратын мақсат инертті газдар, яғни 8-ші топ элементтері. Инертті газдарға гелий, неон, аргон, криптон, ксенон және радон жатады. Кестеден байқағанымыздай, атомдық массасы топ бойынша жоғарыдан төмен қарай артады, ал қайнау және балқу температуралары кемиді. Элементтердің ішіндегі ең инерттісі гелий, оның суда ергіштігі де ең төмен. Табиғатта кездесетін изотоптарына назар аударайық. Гелийдің 2, неон мен аргонның 3, криптонның 6, ксенонның 9 изотобы бар. Балалар, енді сабақталған теориялық білімдеріңді практикада жүзеге асыру үшін берілген тапсырманы орындаймыз. Берілген элементтерді ұяластарына топтастыр. Сілтілік металдар, галогендер және инертті газдар қатарына. Сонымен балалар, сабақтан түсінгенімізде химиялық элементтердің табиғи ұяластары дегенді қалай түсіндік? С элементтері қалыпты жағдайда қандай күйде болады? Галогендер қандай валенттілікті көрсетеді? Калий жалынды қандай түске бояйды? Жақсы, енді рефлексияға көшейік. Бүгінгі сабақты қалай түсінгендерің бойынша өз-өздеріңді жетістік баспалдағы арқылы бағалаймыз.
үйге химиялық элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері тақырыбын оқып, ұяластарды топтарға жіктеп үйренеміз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар балалар.